Алды қызаларда қондыратын ұл қызын қияларға, қыз өсіріп, қыз берген күтіп баптап, рахмет, шексіз бар, Құда бар. Біз қаладан шыққанша бүкіл Қазақстан шулап кетіпті. Рахмет құттықтауларыңызға. Менің телефоным просто қатып қалды, істемей қалды смс-тің көптігінен. Үлкен рахмет. Біз керемет спадамыз, массаж алып, рахаттанып, шай ішіп отырмыз. Күшті. Мама, әлі шок болып отырмын, бар ғой, әлі шок болып отырмын. Диана ханым үйленейін деп жатқан жігіт сұлтан екен, представляете? Енді өсе қайтадан біріншімін ғой, мен деп қойшы. Сіздерге айтып қойын деп жатыр, көрмеген жандар болса, Диана ханымды кіріп құттықтасаңыздар болады. Честно, я вообще в шоке. Үш ұйықтасам, тісіме кірмеген еді. Вообще, алдында мен сторис салған кезде айтып жатыр ғой, кімге үйленеді екен, білесіз ба деп, ойбай білмеймін деп жатыр ғой. Сөйтсем, Сұлтан мен Диана ханым үйленеді скоро. Я так рада, аман болсын, бақытты болсын. Вообще, это прям әлі бір қол аяғым дірілдеп отыр. Білмеймін, мен не үшін нарақты осындай болып киіп пісіп отырғанды, білмеймін, прям эмоциямды жинай алмай отырмын ғой. Қуаныштымын өте. Бақытты болсын екі жас. Диана ханымымыз да үйленейін деп отыр уже. Ой, в общем, әлі сөз, әлі шокпын. Бақытты болсын. Кіріп құттықтап қойсаңыздар болады, Диана ханым тұрмысқа шығады скоро. Қосылайық бағдарламасының атынан, Еуразия бірінші арнасының атынан сіздердің қуаныштарыңызға қуанып, бақыт тілейміз сіздерге. Тойда жолығайық дегіміз келеді. Енді бұрындары көрермен көп қосатын, оны көрермен ретінде өзім жақсы білемін. Үнемі осы кісілер қосылып кетсе екен, Диана, Сұлтан деген сияқты әңгімелер көп болатын. Енді көп тілегі көл деп айтып жатайды ғой, сондықтан да қабыл болған екен. Және де бір осындай қуанышты жаңалықпен қазақ елі қуанып жатыр. Дәл қазір осы бір екі Жүздеріңізден бір шашып тұрған қайсылыққа өте қуаныштымын. Әсіресе мен төрде отырған құдамыз өте жайбарақат, сондай адамның ниетіне береді дейді ғой, деп өзімізді де мақтап қояйық та.